2019 Qirang Gulki. 2019 Qirang Gulki. Ko'ngil ko'targingiz kelsa, Cengiz Ursqanni tingdаңыз. 2019 Qirang Gulki. Birovning kelchegi sonday salaq ekende, pishirgan nonlar kuyib ketadi ekan, ishi deganing ayazda qat, to'ng bo'lib suytib qoladi ekan. So'ng bir kuni ag uyga bir uri tushibdi-da, urini ustab olibdi. Aga uyning yesi. So'ng saqchilar kelib so'rabdi, urini qaytib ustab oldim deb sizcha ana aytadi deydi. Kuliqanni keshegi pishirgan noni menen jelkesine bir qo'yib paldirib tushirdi. Birov mashinamen zavlaq bo'lib жатып, birovni qag'ib ushurib yur. Biroz mertib qapti, сөйтіп жатса, cho'piranaga ruxsat deydi. Öy, sen ana mashina soqqali kele жатқанда nega bulay burilib ketpeding aylan deb сөйтіп. Sodan ana o'rnidan әрең turib, ananing qasına kelib bergelchi deb jaqindab kelib. Agining tanavuna bir qo'yib juduruq menen. Ana çalqasından tushib. Jindi bo'lding qo'y desa, ana aytadi deydi. Sen ana juduruq kele жатқанда nega burilib ketpeding sen? Екі көрші бар екен дейді. Қоңырқалта көршісі ананың балғасын сұрап барып, темір чойболға бар ғой. Балғасы тұр дейді. Со балғаны бермей қойып, ана оны көңіліне бүгіп қойып. Содан бір аптадан кейін ана балғаның иесі ауырып қап доғдырға бар. Ауырғаннан кейін ана көршісі көңілін сұрап барып, немен ауырып екен, қалай емдейді екен. Содан ана айтты, доғдыр тексеріп көрді, жан-жақтылы тексеріп. Темір құрамын кем екен деп айтты. Енді қайсен болар екен деп сөйтіп сұрапты көршісіне. Сонда ана көршісі айтты дейді. Онда сол ана чой балғаңды қайнатып жесең болды ғой. Adam bırak машинеменен завлатып келе жатып, сиырды қақып кет. Қатына сақшылар келіп тексеріп жатса, әг айтады дейді. Сиырдікі қате деп айтады. Bir qo'shqor, tishqan, tovuq bor, sodar bo'jib qo'shqor aytdi. Oy, mening tuzga tortagan pulim bor mening deb bo'jibdi qo'shqor. Сөйтіп bo'lsa tishqan aytdi deydi. Oy, men ayg'ir tishqan ekan. Men 12 kuchuk topadi bir yo'lda. Men qanday kuchliman, men qanday palemin deb. Сөйтсе buraqda ateş aytdi deydi. Oy, ündemegenge mınalardan bo'sib kele жатты deb bir top жұмыртқаны көрсетіп aytdi. Qaysidaring күнде туғызып жатсыңдар. Şimdi ең пәлем менмен деп айтты deydi. Ақылды әйел ақырға сөйлейді. Арамыз әйел жасырын сөйлейді. Аңқау әйел барсырын сөйлейді. Тойған әйел кекіріп сөйлейді. Тоңған әйел секіріп сөйлейді. Өсекші әйел лепіріп сөйлейді, лепіріп. Şarkışı әйел çançıp söyleydi. Жалқау әйел жатып ап söyleydi. Пәлеқор әйел сатып ап söyleydi. Саңырау әйел саңқылдап söyleydi. Uykuşı әйел аңырсып söyleydi. Uyalçaq әйел sızılıp söyleydi. Süykümsüz әйел buzulup söyleydi. Қағынған әйел қайдағыны söyleydi. Жақсы жігіт біліп сөйлейді. Залым жігіт күліп сөйлейді. Жоғымсыз жігіт жүріп сөйлейді. Қырт жігіт мыжып сөйлейді. Бөс-бөс жігіт көпіріп сөйлейді. Арақкеш жігіт өкіріп сөйлейді. Ал кеуде жігіт ақырып сөйлейді. Күйгелек жігіт бақырып сөйлейді. Көксау жігіт қақырып сөйлейді. Сүйреткі жігіт былжырап сөйлейді. Білімсіз жігіт қоздырап сөйлейді. Сабаз жігіт салмақтап сөйлейді. Қорқақ жігіт алақтап сөйлейді. Қатты асыққан бір жігіт балабақшаға баласын алғалы барыпты. Бақшадағы мұғалім балаңыз қайсы десе, асығып тұрған жігіт айтады. Әй, мейлі болды. Қайсысы болса да біреуін бере салшы. Ертең тақ әкелеміз. Күлдіргі естіңіз келсе, Cengiz Ursqanды тыңдаңыз. Bir қатты мақтаншақ bir келіншек бір топ бір тойда бөжіп отыр дейді енді. Ол қиялап мақтанады екен де төт айтты. О, мен таразыға түсіп, 2 кило арықтап кетіппін. Қатты қуанып, сөйтіп, одан бірақта қарасам, алтын сырғамды тақпай кетіппін, емес пе деп айтады.
әкесін айтыпты. Қызға сөйлесіп жүрмін деп. Сөйтіп сөйлесіп жүрмін. Әкесі айтты. Бетіне май жағам екен деп. Жағады екен аппақ деп сөйтсе әкесі айтады дейді. Әй балам байқа. Баяғыда 20 қанша жылдың алдында шешең бетіне 1 кило ағартатын майды жағып ап, қап-қара екенін маған білдірмей келіп алған деп айтты. Bir bala aytıptı deydi. Muğalım mağan nöldü koyup berіңізші деп. Sen neге жынды болдың ба? Нөлді қайтесің десе айтады дейді. Алдыңғы жолы мен 30 нөмір алып қалғанда, әкем менің артыма 30 шапалақ салып еді. Осы жолы нөл қойып беріңізші деп айтты. Малға қасқыр шауып тоқтамайды екен. Сол қасқырды жайратпасам мен енді жігіт болмай кетті. Әлгі батырың сиырдың терісін жамылып алып, сиыр қораға кіріп кетіпті. Әукесі салақтаған, жоталы бір нәсілді бұқа. Оған алдымен алайып, артынан қызыға бүлімсіреп қарақ балыпты дейді. Түнде бұрақта бір өкірген, бақырған, шақырған бір дыбыстар шығымды. Енді оған қарамапты енді сол. Содан таңертең шықса, қарағайдың бұтағына барып шығып апты дейді. Üstü bas kıymet aldı. Sadece çıplak otur deyip teri tömün жағында салақтап тұр дейді. Ойбай, немене болды десе әк айтады дейді. Қайсың бұқаны байламай бос қойы берген деп айтты. Қожекеңнен біреу сұрапты дейді. Әй, қожеке, осы мына тауықтың жұмыртқасы неге осы бұлай соп-сопақ, доп-домалақ, оның сырты мап-майда болады деп сөйтсе қожекең айтады дейді. Ей, тауықтың жұмыртқасы 4 бүріш болса, оның сырты бұжыр-бұжыр болса, тауықтың артынан артқа лаба деп айтады. Бір қоян үн қатта шығып отырып, қасқыр қайтып жатыр екен дейді. Мойныңды бұрап жұлып алам, албаты ұлыма, қаныңды ішіп алам деп соғып жатыр дейді. Үн қатта ішіне. Сен ана қасқырға күшейіп сөйлеп, жаман қоян өлгелі отырсың ба деп. Түлкі сүйсе, әлгі қоян айтады дейді. Үндеме, қорықпа. Мен аюдың үн қат нөмірімен шығып отырмын деп айтады. Біреу айтып, үнде ұйқы сұрап, ұйықтап жатыр. Сөйлеп сөйткеннен кейін әйел немене дейсің деп әг айтады. Мен 5 қатын алам, 5 кемпір алам деп жатыр дейді әгі. Әй, жетеуіне қалмайсың, жетеу. Әгі жігіт айтады дейді. Қойшы, сен жексен бүгін дем алам деп айтады. Bir қатты ауырған шал айтты дейді. Менің бір өсиетім бар, осыны орындаңдар деп. Мен енді алысқа бармаймын деп. Соны қандай өсиет десе айтты дейді. Мен қайтыс болғаннан кейін менің басыма бір күшті Wi-Fi орнатып қойыңдар. Неге десе айтты дейді. Онда менің бала шағаларым бәрі күнде келіп мені көріп тұрады ғой деп айтты. Тойды бүлдір бес ақылын шығарып сөйткеннен кейін тағы бір көршісінің үйіне келіп соған жатқызып қойыпты әгін. Әйел де сол жерге жатыпты. Таңертең ерте көзін ашып қарап ап, басқа бір үйде жатқанына қарап, таңғалып бүйтіп қарап ап, әйеліне қарап, бүйтіп ап дейді. Ой, құдаша, сізді мен бір жерден көрген секілдімін. О, құдаша шылын. Үш кіштің деп әйелі бір қойыпты. Енді бір ғылыми сауат бар екен. Алманың қабығын, жүзінің қабығын, қызанақтың қабығын, бананның қабығын аршып, тазалап, жуып, одан кейін ашық күнге оны әптен кептіріп, аздап аш суға чылағаннан кейін, осы қала ыдысқа 1 сағат мөлшерінде ақырын қайнатқаннан кейін салқындатып қойып ішсе, ештеңе де болмайды. Телефонды жастықтың астына қойса, телефонның ана сигналы миға әсер етеді дегенді естіген жігіт, бір жігіт атып тұрып, осы мына мидан айырылық бала жаздаған екенбіз ғой, тап істетпегенім осы болсын деп жастықты лақтырып жіберіпті. Ана қазақша сөздің көп жөнін білмейтін бір келін құйрық майды алып, енесіне айтады дейді, құйрық май салғана тегешті алып кеп айтады дейді. Апа, тамаққа көттің майынан біраз қосайық. Біреу түнгі тойда бір той жүргізетін біреу шақырыпты. Соны о екі арада ол сөз жерде біреулермен төбелесіп қап әгі жігіт. Соны оны бір жігіт баспенен бір қойыпты дейді. Содан қайтадан кеп мен кетемін. Бас жегелі келгем жоқ, мен кетемін.
Asbaptарды жинап алып кетемін мен, той жүргізбеймін. Кетпеңіз енді, бәрі жалынып сөйтіп жасады. Сөйтсе, үйдің үлкен апасы бар екен, сол жалынып жүрді. Бастан үлкен немене жейсің қарғам енді деп айтты. Қарғама енді сен бас жемегенде немене жейсің енді, қолдағы бары со ғой енді. Ренжісең тағы бір бас берейік қарғам. Сонда бір жігіт бір қызды алдап алып қашып, үйімізде 3 машина бар деп. Анау бұлына қалса да бай екен деп қашып келеді ғой. Қашып келсе үйінде түк те жоқ дейді. 3 машинаң қайда десе, әгі жігіт айтады. Енді сол мына апамның тігін машинасы, есіктің алдындағы шөп тарайтын машина, май алатын сабаның машинасы деп. Сенше бір итті ұрғалы келе жатып дереу. Тоқтай қалдың ғой. Оны неге ұрсаң ұрып жібермейсің десе, анау айтады дейді. Біздің бастықтың жылы ит болатын деп айтты дейді. Біздің бастық бар ғой, бірде менің байланыстырып, ойлап, пәле тапқанға шебер адам еді. Сол есіме түсті де тоқтай қалдым деп айтты. Енді мына семіз адамдар ешкімге жамандық ойламайды. Өйткені олардың ойлайтыны арықтау. Бір кісі қайтыс болған жерге кепті. Олар біреудің телефоны сарнап жатыр дейді, сырттан телефон кеп. Мұнда айтпаған өлеңдей, қайда айтамыз ойдай. Жиынға көпшілік осындайда яй. 2019 қыран күлкі. Көңіл көтеруіңіз келсе, жеңіс ұрысқанды тыңдаңыз. Ақыншалысы бір қызға өлеңменен қачасып дейді. Мен отырмын қайғырып, жалғыз ағаш басында. Ешкім серік болмады, махаббат жоқ қасымда. Өлейін деп өзімше барып едім көл жаққа. Көлдің суы таяз боп, өте шықтым ар жаққа деп. Сөйлескен қыз оған қарамай кетті. Артынан оған өлеңмен тағы хат жазыпты дейді. Сондағы өлең екен. Ауылымның қонғаны қоғалы көл, сөзіме шыдамасаң оталы бөл. Мен сияқты жігітті менсінбесең, ормандағы маймылдың тоқалы бол. Ақыншалыс бір күні тағы бір өлең жазып. Махаббат деген жынды құс, өртеніп өлген соғысқа. Жүректің түбі мың қуы, тышқандар тесіп тауысқан. Одан тағы бір күні бір өлең жазып кетті. Аспанда ұшып жүрген от жаққан меш, арақты іше берсең қалмайды ес. Әншейін тіске жұмсақ ішіп жүрмін, бастығым қатем болса бір өзің кеш деп жазып кетті. Одан ақыншалыс әйте үйленіпті енді. Ана қыз ғана ұқсап өлең жазып жүріп, бүйтіп жүріп бірден. Артынан ол ішіп қаңқып кетеді екен, әрең келеді екен. Әйел пәл адам екен, оқтауменен сол қай жер тура келсе соған періп кетеді екен де, бір күні қаңқып кетіп келгеннен кейін әйел оқтаумен қуалап жүр дейді. Содан кейін әгіні төпелеп басына ұрып тастаған. Бірақ та өлең кетіп жатыр дейді. Ақ арақ кекіртеді, давалдан секіртеді. Үйдегі келіншек оқтауменен өкіртеді дейді. Қатты жалқау келіншек айтады дейді. Тамақ істемейік, попатаң чайнап жата салайық. Қай елдің мемлекеттің азаматы болсаң, мемлекет тілін үйренуің керек. Енді оны жақсы білмей қалсаң енді, сол елді жасап отыр. Ол сен баяғы бір кем бір мүгедек адамсың. Әрі сол елдің толымды азаматы емессің енді. Енді сол біздің бір кәрзездеміз бар болатын. Ол енді мына басқа тілін, мемлекет тілін жақсы білмейді де, енді содан ыңғи пәле-қалақ ұшырап қалып жүреді. Әгінің бір қанша әңгімесін айтып береді. Bir gün әгі ойбай-ау мына жаман балдыз, мына жездеңнің тісім чөткілесем, жабысып бір түрлі немене болғаны білмеймін, мынаны көрші деп сөйтті маған. Көрсем әгі бір пәтеңкенің ақ майы бар ғой етіктің. Соны менен чөткілеп апты анасы. Аузын ягау екен деп. Ана танымайды ғой сыртын білмейді. Ей, мынау ана етікке жағатынмай сенің аузың чөткілейтін емес, оны ягау дейді, ол мынау деп. Білмегеннен кейін енді ол бір аудармашыны алып ап қасына. Ода ананың бар жақ бер жағындағы біреу. Доғдырға барды, әйнекке түсетін бопты да. Қасындағы аудармашы боп барған адамның тамағын алып беріп, сорпасына тойғыз, көлігінің ақысын төлеп алып жүр ғой. Содан ол адам аударды дейді анаған. Ақау бұл әйнек дегенде, әйнекке түсу дегенде немене деуші дей бұл. Әйнек дегенде боли дейді, боли. Түсу дегенде жинчүйлі дейді, жинчүйлі дейді. Содан әй дәйпу деп айтты дейді бары. Боли жинчүйлі деп айтты дейді. Ойбай мұны әйнек жұтып қойған екен де. Әгінің аузын ашып жіберіпті де. Әгі асқазан тексеретін бірден мен аузына сұғып жіберіп арқаны. Не сөз жоқ арқалай, жуан бірден аузына сұғып жіберген. Асқазанын бірақ қараса түкті жоқ шықпайды ары қарай.
Одан әрең ғой бak әйнекке түсіру деген. Сол әйнекке түсетін жерге бар. Ананың ар жағына кіріп кетіп барып, ана кеудең тосып тұр, компьютердің экранынан көрсе, ештеңе жоқ дейді, ар жағында адам жоқ дейді. Бір арбиған қаңқа сүйектер тұрады емес пе, адам сүйектер. Ол жоқ дейді. Құдай бұл мөлдір адам ба, жоқ басқа планетаның адамы ба, сайтан ба, бұл жаңа кіріп кетіп жоқ деп. Соны ақырен барса, сөзді ұқпай, барып сен бұрышына бүйтіп отырып дейді. Отыр дейді ана. Сөзді ұқпай отыр ғой. Күлдіргі естігіңіз келсе, Жеңіс Ырысқанды тыңдаңыз. Содан бір рет ана кәрі жеңгемізге әбекеміз. Мына 500 yen ақшаны беріп, мына ақшаны барып, мына нөмірге салық бер. Ана қағаз, сол ақша салатын жерге. Деп қойы беріпті. Өз жерге барса, сәуиясы қарайластау, ана мына менен көп қабары жоқ, тағы біреу барыпты дейді. Екеуі қатар тұрады ғой. Анау айтты, мен 500 yen ақша салмақшы едім деп сөйтіпті. Анау айтты, мен 500 yen ақшаны алмақшы едім депті. Сөйтсе ана, ондай болса, мен саған бересізім болды ғой онда. Поқты бұмытына кәзірді, 500 yen анаған бересіп, кетіп қапты дейді анау. Болды ғой деп айтады дейді, анау салмақшы болды, мен бермекші болдым. Сөйтіп бұлық қайтып кетті. Одан кәрі жездеміз бір чопырлық кінәш қалатын болды. Оны барып үйренген кезде тормозды бас дегенде, ол ана майбәгі бар ғой, соны басып қапты дейді. Аяқ астынан лоқ болып кеткен кезде анан екпені менен жаттықтырушысының басы барып алдындағы әйнекке тарс ете түсті дейді соғылды. Содан кейін ойбай тоқтады, енді ананы бас дегенде бас қамал қалмай қалған есікті ашып жіберіп жуан етігі менен сыртына қарай тіреп отырып сөйтіп тоқтатты машина. Одан тоқтатып, сен ананың сөзін ұқпайды ғой, тәрбиесін сөзін, анау қайдан біледі ол, білмейді. Одан көпірдің аузына келген кезде тоқта деп енді ымтихан алғанда сөйтеді екен ғой әтеге, тоқтамау керек екен ғой. Сонан көпірден біраз шығып барып, тоқта дегенде тормоз анамнасын бірақ қоя бере салым, ол шегініп кетті дейді. Қайтадан шығып бұрып қойып қалған кезде қасындағы тәрбиесінің басы бар, есікке тарс ете түсіп, ол есі ақылын білмей қалды тәрбиесі. Содан мынаған үйретіп болған сөзім мынау мені өлтіріп болатын секілді деп ол. Әбден забып анаған айтыпты. Бар, темекіден біреу әкелді енді ана ызасын шығармақшы ғой, ашуын баспақшы ғой. Bir vaqt аяқ ödemiri alып kepti. Sodan ana aytdı, qarqa men болды енді, болды. Ана төмен жақта бір чопырлық мектеп бар. Ақшаңды қайтарып берейік. Біз өзі аман есен тұрған кезде сен соған барып үйренді. Қуып жіберді. Содан кінәш қалмай келді ғой түптеді. Жездем Заян мен бір жұмыс істесем дегеннен кейін сақшысына көмекші қылып орналастырды. Ойбай енді бір жұмысты дереу әлетіңдер бір жерде төбелес шықты деп бір түңгі тойдың арт жағынан төбелес шығып кетті дейді. Дала жап-жарық барса деген қалың төбелесіп жатыр дейді анадан. Екіден бірлесіп ап деген айғай-шу қалың мастар. Әг жерге қарай барып әгідер чатынан таяқпен ұшырып жібермекші бап енді әлетіп еңбек көрсетіп қоймақшы болады. Сөйтіп отырып көп төк таяқтың қалай істетуін білмейді емес пе? Екі сары төк шығатын жеріне қолын ұстап тұрып, бас жағына кеугенін басып кеп қалғанда, әгі дегенің ұшып түсіпті. Содан бір аяқ бір қолынан жан кетіп қап, жатыр дейді мына жақта, өзімен өзі неме. Ал түреген үйіндесе ұшып түседі дейді, анадар төбелесіп жатыр дейді. Анадар ойдағыдай мұқияттап отырып, асып қай әдемілеп төбелесіп жатыр дейді. Ал анадарға барып әдім кейіп ана жерде жатқан. Өзімен өз төк таяққа соғылып тұрады жоқ. Содан бірақ анадардың төбелесі даяқтап, одар кетіп қап, соны қасындағы серіге барып жағындағы. Ананы сүйреп машинеге шығарып, кәрі жездеміз доғдырға апарып. Бір қысқалау көйлек тіккізбекші болып, кәрі жездеміз енді аудармаш болып. Кейде дұрыс айтып кетіп, барғаннан кейін айтты ана, тігіншіге айтыпты. Зымығы дуәндіқың деп айтты, зымы дуәнді. Жаңғы қудай, яудай банқады, зо игі деп сөйді. Енді бір қысқалау көйлек дейді ғой. Анау жазып ап, соңын шығады деген уақытында барса, әпекемізге бір көшері тек қойды дейді. Бұлынан айырып қалады. Алыс жол автобусына түсіп, чайды көп ішіп алған адам, үйге шықпақшы болып, келіп ана чопырға айта алмай. Әй, чопыр деп айтты дейді. Әй, чопыр.
Deydi. Şüyleyli деп айтты дейді, şüyleyli. Birazdan кейін тағы да іші ауырып кетіп, "Ей, шүйді кіргілейлі" деп айтты дейді. Іші ауырып кетті емес. Сөйтіп айта алмай жүріп екі арада ауындым да қапты. Ауылда бір-екі әже кеңесіп отыр дейді. Біздің ұлға Люляң деген біреу жабысып алып, ақшасын қидай сыпырып жүр соның. Деп сөйтсе, енді бір апамыз айтады дейді. Ақша сұрамайды екен, сондай уайпай деген біреу тауып апты деп анау айтады. Бір кісі есіктің алдында отырса, балдызы келе жатты. Соны жездесінің иті бар екен, тұр ұмтылыпты анаған қарайды. Тұр ұмтылған екен, алдымен ит ұмтылған кезде анау тұра кеп қашып бір тасты аласап итті қайтадан қуалап келеді екен бері қарай. Одан бері келіп алады екен, анау тасты лақтырып жүргеннен кейін ит ары қарай қайта қуалап кетеді екен әкені. Біраз ары қуалап кетеді дейді ит. Біраз анау итті бері қарай қуалап келеді дейді екеуі. Итің неге қормайсың? Итіңді десе айтады дейді анау. Енді ағайын екеуінің қайсысы жеңер екен деп көріп отырғаның ойлап айтты. Тыңдап отырғандарыңыз Жеңіс Ырысқанұлы айтқан қалжың қағытпалар. Одан су бойынданың киносы бар ғой. Енді бұл еліміздің сұңқатшалы кезінде әйгілі 4 руман болған ғой енді. Бұл енді еліміздің осы 5000 жылдық мәдениетіндегі бір үлкен мәдениеттің біреу. Удалаң деген біреу бар ғой, Усыңның інісі. Біреу айтыпты дейді енді. Менің бір тұрақты кәсібім болса, істейтін жұмысым болса, бір сұлу келіншегім болса, мен байырғы заманда өмір сүрсем, одан кейін менің бір керемет батыр бір інім болса, деп сөйтіп тілек тілепті дейді. Тілек тілегеннен кейін бір уақытта ақырын көзін ашып сөйтіп қалса, байырғы заманның адамы өзінің тұрақты кәсібі бар, буынан сататын. Сұлу келіншегі бар, үйсегі удалан көз көріп қапты дейді. Әйел айтыпты дейді, жұмыстан келген күйеуін айтыпты. Жаным, мен әдемімін бе деп сөйтіпті. Күйеу айтыпты, өте әдемісің жаным депті. Содан кейін, сен неге көзіңді жұмып алып айтып тұрсың? Андағы сөз десе күйеу айтады дейді. Енді көзіңді бақырайтып қойып, қайтып өтірік айтамын депті. Басқа біреулерді пыш-пыштап айтты бүйтті дегеннен әптен забап, мезі боп, забап жүрген біреу айтады дейді. Сөйлеп жатыр дейді. Өмір деген менікі. Басқалардың қатысы жоқ қой. Ләңманға секерсеу жейін бе? Қатықты ожауменен жейін бе? Қара жорғаға таң ойнайын ба? Машинаның төбесін топырақпен лаймен жауып алам ба? Шақайдың сыртынан байпақ киіп алам ба? Шөлдегенде май ішем бе? Жазда тон киіп алам ба? Итіме дамбал кигізіп қоям ба? Бір аяғыма етік, бір аяғыма пәтеңке киіп алам ба? Онда елдің несі бар деп үш жігіт аю атып алмақшы болып, қарағаннан кейін қалғандардың айтқанына көнбей қояды екен. Ақыры басын сұғып ішіне қарай, аю бар ма жоқ қой деп ішіне қарайды екен. Анау қозғалмай жатып қалады екен. Алып әгінің сирағынан суырып алып көрсе, әгінің басы жоқ дейді. Соны әкесі келіпті әгішерге. Соңын әгідер кеңесіпті. Мына не осы жаңа ішіне қарай кіргенде, мынаның басы бар ма еді өзі деп. Содан кейін бар ма еді деп жүрсе, әгінің әкесі айтады дейді. Мынада басы жоқ деп айтты дейді. Егер басы бар болса, есі бар адам болса, аюдың апанына басыменен кіріп қараушы ма еді соған. Тыңдап отырғандарыңыз 2019 қыран күлкі. Үйіне жақсы қарамайтын, өзі қаңғы бас, өзі жалқау, өзі ішіп кебап, мазасын алатын бір жігіт бопты дейді. Келіншегіне кеп айтты. Ертең екеуміздің той жасағанымызға 15 жыл толады екен. Мына үйде қалған бір қойды сойып, соны бір тойламаймыз ба деп сөйтіпті. 15 жыл сүйрелеп, бағып, жуып жайып адам қылып оны айтты. Сөйтіп келе жатыр ғой. Сонда анау забып кетіп келіншек айтты дейді. Ол қойды сойғанша бар ғой. Мен әзір екемізді таныстырған Ұланбек бар ғой, соны сойғым кеп тұр деп айтты. Көңіл көтергіңіз келсе, Жеңіс Ырысқанды тыңдаңыз. Бір әйел сиыр сауып отырғанда, сиыры бас жібін үзіп, әйелді теуіп жығып кетті де, әйелдің басы біраз жараланып қапты дейді. Күйеу айтады дейді. Бұдан кейін осы сиырды сауған кезде басыңа тоқай киіп алшы айтады. Күйеуіне қатты ашуланған бір келіншек баласына айтады дейді. Әкеңде ми жоқ, әкеңде. Сонда әкесін қолдаған баласы айтады дейді шешесіне. Рас, әкемде ми жоқ.
Әкемде ми болса бар ғой, сені алмайтын еді деп айтты. Бір жоғары қарқынды тас жолда ақырен баяу шопырға қатынас сақшысы айтты. Неге ақырын келе жатсың? Жоғары қарқынды жолдың. Соны шопыр айтты. Ана жолдың аузында бір 30 деген жазу тұр екен. Содан кейін біз 30-бен келе жатырмыз деп айтты. Машиненің артында біреулер құсылып сөйтіп жатыр. Ой, мынадарға немене болған деп сөйтсе, ішіндегі біреу айтты дейді. Ой, оның ар жағында бір жерінде 230 деген жазу тұр екен. Сонымен жүргенбіз деп айтты дейді. Ойбай, қасқыр келді деп барлығы лар шубып, үйдегі отырған ақсақал айтады екен. Шөлдеп жүрген қасқыр ғой, судан кетіп қалады ол деп. Үлкен адам бәрін біледі ғой деп ешкім үндемей отыр. Біраздан кейін ойбай, ана қойға қасқыр шапты, тамақтап кетті, қырып кетті айтып қойды. Мен шөлдеп жүрген қасқыр екен десем, қарын ашып жүрген неме екен емес пе? Матаным міне сапқыны перен кететін біреу бір машинаға соғылып, әйтеу жан әрен қапты. Содан аузы сөзге әрен кетті. Немене болды? Қандай жағдай болды десе, айтады дейді. Саулап келе жатқан. Bir екі мота келе жатыр екен. Екеуінің ортасынан өте шығайын десем, ол бір машина екен емес пе деп Күліп, жадырап қалғыңыз келсе, жеңіс ұрысқанды тыңдаңыз. Қандай жұмыс істесе де, ісі ілгері баспайтын біреу бар екен. Ол машинаға отырса, ол машина бұзылады екен. Әуел пойызға шықса да, пойыз кешігіп қалады дейді. Сон бір күн ол айырпланға отырыпты. Тәлейіне қарай айырплан уағында ұшыпты. Ол ойлапты, ой ала, ақыр жолым ашылды енді деп сөйтіп ойлайды екен. Одан айырпланның қызметкері айтыпты. Ойбай, айырпланның мәселе қазір теңізге құлауымыз мүмкін. Теңізде акула көп. Біреулеріңе бірден ысқырық таратып берейік. Акула келген кезде сол ысқырсаңдар болды. Акула сендерге жоламай кетеді депті. Сонда әлгі жолы болмайтын адам жылам сұрап тұрып айтады дейді. Әне қарада тұр. Қазір маған не ысқырық жетпей қалады, не ысқырық жесе де маған бір саңырау акула кесі кетті деп айтады. Болады. Қыстауда машинамен келе жатқан кәрі қой айтады дейді қозыға. Әзір жағдай жақсы, сендердің замандарың керемет жақсы ғой. Біз бұрын Ойтаудан бері қарай жаяу келетіміз деп айтады.